Менің атым Майлз Моралес. Мен Бруклиндағы жалғыз өрмекші адамын. Және менде бәрі ойдағыдай. Керемет, сен тағы да кешіктің. Жарайды, ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді? Ештеңе етпейді? Сонымен сен сиырсың ба, әлде далматинсың ба? Менің атым Дак. Күлкілі емес. Жоқ, олай ештеме. Майлздың бағалары жаман емес, физикадан 5. Кішкентай батырым. Ал испан тілі 4. Не? Сен бала мамаңды не болып тұрып жүрсің? Маған шығу керек, кейін көрсеміз. Ол сіздерге өтірік айтып жүр, ал сіздер оны білесіздер. Майлз, боссың ба? Оу, Гвен? Тоқтай тұр, сонда ең мықты өрмекші адамдар жиналған әлем бар ма не? Вау, бұл кім тағы? Қандай керемет! Бұл Лобби. Мигель О'Хара. Бұның барлығы соның ойы болды. Сендерге қалай қосылсам болады? Сен ешқашан бізбен бірге болмайсың. Әлгі доктор Стрэндж мен 1999-да ақмақты айтпай-ақ қояйын. Жай, баланы қорқытпа. Оның ұстазы нашар болған. Питер! Майлз! Майдай! Сенің қызың бар ма? Менің қызым бар. Бәрін өз қолыма алам. Майлз, өрмекші адам құрбандық ете білу керек. Сенде таңдау бар. Бір адамды құтқару, немесе барлық әлемдерді құтқару. Мені үйге жіберіңдер. Олай істей алмаймын. Мен екеуін де құтқарам. Өрмекші адам әрқашан. Әрқашан емес. Ал Бен ағашы? Майлз, Бен болмағанда біз де мұнда болмайтын едік. Әрдайым қашып жүре алмайсың. Мен тағы бір досымды жоғалта алмайым. Мигель, біз олай келіспедік. Сен білдің бе? Не істеп жатқанды түсініп тұрсың ба? Әркім өмірінің ережелерін менен жақсы білетіндей. Жоқ, мен өз білгенімді істеймін. Назар аударыңдар, өрмекші адамды ұстау керек. Сені? Олар кімді? Сосын мен ағыма қарасам, айтпай-ақ қой. Ол қайтыс болды, солай ма? Қазақ тіліне дыбыстаған Skyrus Media.